Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Ораза айы мұбарак болсын және ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі видеода құрманың түрлеріне, құрманың пайдасына және жалпы құрма туралы ақпараттарға тоқталып өткім келеді. Видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жалпы құрманың 1000-нан астам түрі кездеседі екен, ал Қазақстандағы дүкендерден тапқан осы құрманың 5 түріне тоқталып өтейін және әрқайсысына жеке-жеке тоқталып бағаларына да сіздерге ақпарат берсем болады. Ең бірінші, ең керемет құрманың өзі бұл ажуа құрмасы. Жалпы кейбір жерлерде аджуа деп те атайды екен. Ажуа қою қоңыр түсті, ақ дақты, құрғақ сызықтармен болады. Ол әсіресе Мәдина қаласында көп өседі. Бұны ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның өзі сүйіп жеген. Бір хадисінде кімде-кім таң атысымен ажуаның 7 данасын жесе, сол күні оны ешбір не сиқыр ала алмайды деген екен. Ажуаның пайдасын айта берсеңіз өте көп. Айталық жүрек соғысына қалпына келтіреді, қан қысымын жақсартады. Қазіргі дүкендердегі бағасы оразаға дейін 5-6 мың теңге килограммға, бірақ ораза уақытында 10 мың теңгеге дейін барады екен. Екінші құрманың түрі бұл тури деп аталады. Алжирдан алынып келетін ең құрғақ құрманың бір түрі, яғни кептірілген дейді ғой, сухой сорт деп атайды. Кейбір жерде хлебный финик дейді. Бұл қатты жабысқақ емес, сырты қаттылау және іші өте жұмсақ болып келеді. Дәмін жеген кезде кішкене орехтың дәміне ұқсас болып келеді. Бұның бағасы 4000 теңге килограммға. Бұл құрманы кейбір салаттарда, болмаса пирог пісірген кезде қолданады. Келесі түрі бұл сукари деп аталады. Арабия мемлекетіндегі ең жақсы көретін құрмалардың бірі осы сукари есептелінеді екен. Бұл құрғақ құрма, сырты сары, іші қоңыр сары, дәмі және иісі өте тәтті болып келеді. Егер тістеген жағдайда кішкене қанттың дәмі сияқты привкус дейді ғой, дәм келеді ауызға. Бұның бағасы 1700 теңге. Келесі құрма кап-кап құрмасы деп аталады. Бұл қоңыр түсті. Бұл жалпы дүкендерде тұрған, қорапта тұрған 700-800 теңгелік құрмалар. Жалпы менің іздеген ақпараттарым бойынша бұл құрмалар консервированный құрмалардың түріне жатады. Яғни басқа құрмадан салыстырғанда оның ішінде пайдалы заттар кіші азырақ болады. Сақталу мерзімі 18 градус жылулықта жарты жыл және 6 айға дейін. Шығаратын өсіретін жерлері ол Иран. Келесі құрманың түрі ол худри. Өте атақты араб мемлекеттерінде. Кішкене ішінде мясистый дейді ғой, етке ұқсас келген. Қызылқай қоңыр түсті. Овальный түрмен. Сырты карамельный болады, осымен байқасаңыздар болады. Бағасы 1700 теңге. Жалпы құрманы алар кезде міндетті түрде 1-2 құрманы алып, ішін ашып қарау қажет. Себебі ішін ашпаған жағдайда олардың ішінде құрттары болуы мүмкін. Және де екінші кеңес, құрманың міндетті түрде сухой, яғни кептірілген түрін таңдау қажет. Консервированный құрмадан қарағанда кептірілген құрманың құрамындағы витаминдер әлдеқайда өте көп және пайдалырақ. Әрине, дастарханға қояр алдында міндетті түрде бір жуып алған дұрыс. Видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар және осы ақпаратпен бөлісе отырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.